Қазір экономика жағында антикризисный программа іске асырылып жатыр. Біз ең біріншіден халықтың қазіргі ағымдағы жағдайын жақсартуымыз керек. Ол үшін не жасау керек? Біріншіден жұмыс орындарын азайтпауымыз керек. Оған жол бермеуіміз керек. Жұмыс орындарын жабылуы. Сондықтан барлық мекемелермен, ұйымдармен, кәсіпкерлермен жұмыс орны туралы тікелей сөз байласып, меморандум жасап, жұмыс орындарын қысқаруына жол бермеуіміз керек. Екінші, біз ол жұмыс орындарды өзіміз құруымыз керек. Ол үшін әсіресе үлкен инвестициялық жобаларды біз қолдап, солардың іске асуына көмектесуіміз керек. Ең үлкен өндірісі көп осы Созақ ауданда. Созақ аудан біздің облыстағы өндірістің жартысын алады, долясы. Ол Атомпромның арқасы. Бірақ Созақ ауданының өзінде фосфор кен орнын өңдейтін үлкен жобамыз бар, іске асырылып жатқан қазір. Сосын Ордабасы ауданында мұнай шығаратын іске асырылып жатқан не бар. Ол жерде көмірден жанар-жағармай шығаратын. Түлкібас ауданында цемент, химия заводтары, сол сияқты бір 10 шақты проектіміз бар. Олардың бәрін істесек, 25 жылы біз балансқа қол жеткіземіз. 3-тен бірі өндіріс болады, 3-тен бірі ауыл шаруашылық болады, 3-тен бірі шағын бизнес болады. Сонда облыстың экономикасы тең тұрақты темппен дамитын жағдайға келеді. Бұл аудан өте болашағы зор деп ойлаймын.